Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып 49-ші сабақ. Менің сабағым көрден алдын каналыма тіркеліп алыңыздар балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер дейді. Бүгін қайталау сабақтар болады. Өзіңді тексеру. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту жүздіктер. Сен бір және екі амалмен орындалатын есепті кесте, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеуді, шығаруды, құрама есептердің шешуін, санды өрнектер және жекелеген амалдар бойынша құрама есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды үйренесіңдер. Бүгінгі бірінші есебіміз есепті қысқаша жазба түрінде модельде және оны шығар дейді. Мектептің стадионында 22 оқушы футбол және одан 10 кем оқушы волейбол ойнады. Неше оқушы волейбол ойнады дейді. Осы құрама есепке айналдыр және оны шығар дейді. Біріншісі жай есепті шығарамыз. Шешуі 22-ден 10-ды азайтамыз, 12 болады. Жауабы 12 оқушы волейбол ойнаған екен балалар. Енді бұны құрама есепке айналдырамыз. Құрама есепке айналдыру үшін бірінші мына жерде 22 мен 10-ды жақша ішінен азайтамыз. Одан кейін қосамыз 2-ні. 22-ден 12-ні алсақ 10 болады, 10-ға 2-ні қоссақ, мына бірінші амал, мына екінші амал болады. 12 болады балалар. Сонда 12 оқушы волейболмен ойнаған екен. Осылай екі тәсілмен шығарсаңыздар болады. Келесі екінші есеп, есептің сызбасын сал және оны шығар дейді. Жұлдыз әр түсті қағаздан 12 ою. Не жерге дейін 12 ою ойны, ал мақпал одан 5 артық ою дейді. 5 артық ою дейді. 5 артық ою. Қыздар қағаздан барлық неше ою ойды дейді. Осы есепке кері есеп құрастыр дейді. Шешуі 12-ні 5-ке қосамыз, 17 болады. Енді бұған кері есеп 17-ні азайтамыз 5-ке десек болады. Тең 12 болады. Барлығы 17 ою және мақпал 5 кем десек болады. Сонда жұлдыз қанша ою болады? 12 ою болады. Осылай шығарсаңыздар болады. Келесі үшінші есеп, есепті шығар. Музыка үйірмесіне 16 бала қатысады. Олардың 5-еуі қобызда, 4-еуі сырнайда, қалғандары домбырада ойнап үйреніп жүр. Домбыраны неше бала үйреніп жүр, Шешуі 16 азайту, жақша ішінде 2-ні 4-ке қосып аламыз. Қобызбен сырнайшылады. 6 болады. Ал 16-дан 6-ны азайтамыз, 12 болады. 10 болады, кешіресіздер балалар. 16-дан 6-ны алсақ 10 болады екен. Жауабы 10 бала домбырамен ойнап жүр екен, бала үйреніп жүр екен. Келесі есебіміз шахмат үйірмесіне 32 оқушы қатысады. Дайындыққа 10 қыз және 20 ұл келді. Дайындыққа неше бала келген жоқ дейді. Шешуі бұлды құрама есеп болады балалар. 32 азайту, жақша ішінде 10-ды 2-ке қосып аламыз, қыздар мен ұлдарды. Мына бірінші жол болады, мына екінші жол болады. Бұл құрама есеп, балалар 2 жолмен шығарылады. 32-ден 30-ды алып тастасақ 2 болады екен балалар. Жауабы 2 бала келген жоқ, дайындыққа. Осылай құрама есептерді шығарсаңыздар болады балалар. 2 тәсілмен. Келесі 5-ші есеп, есепті шығар дейді. Шаруашылықта 13 комбайн, 18 жүк көлігі және комбайн мен жүк көлігі қанша болса, содан 7-еуі кем трактор бар дейді. Шаруашылықта қанша трактор бар дейді. Бұл да құрама есеп балалар. Жақша ішінде алдымен комбайн мен жүк көлігінің қосып аламыз. 13 қосу 18 болады бірінші жол, ал екінші жол оны азайтамыз. 7 кем трактор дейді. Осы екеуін қосқан кезде 7-еуі кем трактор бар дейді. 24 болады, 13-18 қоссақ 34 болады балар. Неді қайта кеткен екен? 34. Қайтадан жазылайық қазір. Онда 34 болады екен. 34, ал азайтамыз 7. Жауабы 27 болады, балар. Осылай шығарып қоямыз. Сонда трактордың саны 27 екен. Шаруашылықта 27 трактор бар екен балар. Осылай жазып қойыңыздар құрама есепті. Мынау мәселе түрінде, мынау шешуі және жауабы. Келесі 6-шы есеп, бұл да мәселе түрінде. Мысалы, сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді.
Мысалы алма жәшікте 21 килограмм деп тұр, ал себеттікі белгісіз, кішкене себеттегі алма, ал қарбыздікі де белгісіз. Сондықтан 21, 27 азайту 21 деп аламыз. 6 килограмм себеттегі алма, кіші себеттегі алма 6 килограмм болады, ал қарбызды табу үшін 2 килограмм артық дейді алма, кіші себеттегі алмадан. Яғни 6-ны қосамыз 2-ге 8 килограмм болады. Жауабы қарбыздың салмағы 8 килограмм болады екен. Осылай себеттегі алманың және қарбыздың салмағын осылай анықтаймыз балалар. Бұны құрама есеп түрінде жазсақ та болады. Жақша ішінде 27 азайту 21 деп аламыз. Одан кейін қосамыз 2-ні тең, жауап 8 болады. Бұл құрама есеп болады балалар. Құрама есеп. 2 тәсілмен шығардық. Жай есеп түрінде және құрама есеп түрінде шығарылады. 2 тәсілмен шығарсаңыздар да болады балалар. Осылай жауаптарын жазып қоямыз балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Осымен каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі сабақтарға кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.